Жұмабек Тәшенов Қазақстанның 5 облысын ешқашанда қорғап қалған емес. Біріккен ұлттар ұйымына Хрущевқа шағымданамыз, егерде 5 облыс Ресейге өтіп кететін болса деген диалог күдікті деген пікір айтыпты. PhD докторы, тарихшы, шығыстанушы ғалым Өмір Тұяқбай. Өмір Тұяқбай бұл жөнінде Жас Алаш газетіне биылғы 41-ші санында қазаққа қандай тарих керек деген мақаласында толықтай жазады. Сіздерге де оқуға жалпы кеңес беремін. Кез келген дерек көздің өтірік шынын анықтайтын 5-6 шарты бар. Екінші курс студенті білетін қарапайым талап дейді мақала авторы. Тәшеновтың қазіргі ел арасында жиі айтылатын Хрущевпен даулы диалогының авторлары Кәрішал Асанов пен Сәбит Досанов көркем шығармаларында ол деректерді қайдан алғанын көрсетпеген. Бұл Жұмабек Тәшенов жер мәселесінде орталыққа қарсы шыққан жоқ, оның бәрі жалған деген сөз емес, нақты архивтік деректер мен аргументтер жоқ деген сөз деп жазады автор. Белгілі диссидент Кәрішал Асановпен мен өзім талай мәрте кездескем, үйінде болдым. Шынжырда өткен жолбарыс деген кітабын өз қолынан алған. Ол жерде рас архивтік дерек жоқ. Өмір Тұяқбай бір республиканың 5 облысын басқа республикаға аударып бере салу соншалықты оңай емес. Анықтама, хат, қаулы, қарар сияқты толып жатқан құжаттар болу керек. Бірақ ондай бірде-бір құжат жоқ дейді. Тәшеновтың ерлігі айтылғанда Қонаевқа да сілтеме жасалынады. Сол Кәрішал Асановтың кітабында Қонаев Тәшеновтың ерлігіне сүйсінді деген тұсы бар. Тарихшы оны да жоқ деп айтады. Қонаевтың естелігінде жасалған сілтемелерді қуып оқысаңыз, көрсетілген беттерде дәнеңе жоқ. Бар әрине, бірақ басқа жазу. Ал біз іздеген Мәскеуде пленумда Хрущев Тәшеновты шақырып алып, өз қолымен ас ұсынып, бәйек болатын оқиға. Содан соң екеуінің шартпа шұрт сөзге келіп, Тәшенов Хрущевқа конституцияны бұзып отырсың, мен Біріккен ұлттар ұйымына шағымданам деп айбат шегетін жері жоқ. Жоқты ойдан шығарудың не қажеті бар дейді Өмір Тұяқбай. Қазір Тәшенов жайлы сериал түсірді, бірнеше кітаптар жазылды, мақалалар да аз емес. Сонда ешкім архивтік құжатты қарамаған ба деген менде сұрақ туады. Сіздер не айтасыздар? Пікір жазыңыздар, маған тіркеліп қойыңыздар.